Сәлем достар, біз бүгін жазушы Оралхан Бөкей мен Қалихан Ысқақтың туған өлкесі Қазақстанның Швейцариясы Катонқарағайға саяхатқа жолға шығамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жолға шыққан жиһан кезі үшін Катонқарағайға баратын екі жол бар. Оның бірі тау ішін аралап Алтай ауданының ир-ир серпантин жолымен жүріп өтесіз. Қазір біз серпантиннің ең биік шыңында тұрмыз. Ал екінші жол бұқтырма су қоймасымен пароммен жүзіп өтіп, Самар ауылынан өтіп, және тауды да, жазықты да, суды да көріп өтесіз. Ары қарай кеттік. Уаля достар, біз 400 километрді артқа тастап Катонқарағайға жеттік. Бұндағы біздің саяхатымыз Маралды пантымен емдеу кешені, Рахман қайнарлары және Берелді қорғандары тарихи музейіне саяхаттайтын боламыз. Бүгінгі саяхатымыз пантымен емдеу жолымен танысып, маралдарды көретін боламыз. Онда кеттік. Катонқарағай көрікті мекендердің көш басында. Бұл жерге жетудің жолы көп. Қазақстанның қай түкпірінен шықсаңыз да әуелі сіз Өскеменге ат басын тірейсіз. Өскеменге жетуде өз қалауыңызда. Ұшақ, пойыз немесе көлікті таңдайсыз. Жолға кететін уақыт жолдың ара қашықтығына және таңдаған көлігіңізге байланысты. Өскеменнен ары қарай пойызбен және ұшақпен барудың мүмкіндігі жоқ. Автобусқа болмаса таксиге мінесіз. Шығыста марал шаруашылығы жақсы дамыған. Тек Катонқарағайда марал өсіретін 15-тен астам демалыс базасы бар. Сондықтан ауданға медициналық туризм үшін келетіндер көп. Бұл Жанат емдеу орталығы. Катонқарағайдағы Үшбұлақ ауылынан солтүстік шығысқа қарай 5,5 километр жерде орналасқан. Өскеменнен базаға дейінгі 360 километр жол жүресіз. Кешен бір мезетте 100-ге жуық адамды қабылдай алады. Өскемен қаласынан күтіп алып демалыс орнына тікелей алып келетін көліктері де бар. Барлық өңірлерден демалыс болып келеді. Оңтүстік қазақстаннан көп келеді, Маңғыстау, Атырау, батыстан көп келеді. Нұр-Сұлтан, Алматы жан-жақтан көп келеді. Шетелден, Ресейден келеді, Ресейден көп келеді. Мәскеу, Питерден келеді. Одан кейін Германиядан жода келетін қонақтарымыз бар. Келетін қонақтардың көбі бәрі деп айтуға болады, жода келетін адамдар. Бір деген жода келеді. Жолдамалар бір адамға тәулігіне 25 мыңнан 37 мың теңгеге дейін. Бұл сомаға дәрігер кеңесі, жатын үй, 3 рет тамақтану, күніне 2 рет пантадан дайындалған ваннаға түсу, ыстық ингаляция, мүйіз кесу процесіне тікелей қатысу, тамақ ішер алдында тәулігіне 3 рет пантагематоген қабылдап, Алтай шөбі мен бал қосылған фито шай ішу кіреді. Демалыс кешенінің иесі Жанарет бізді осындағы ең биік үймен таныстырады. Бірге тамашалайық. Қош келдіңіздер. Негізі бұл үй 3 отбасылық адамдарға, 3 отбасыға арналған. Яғни 6-7 адам бар. Мұнда жататын бір бөлмесі, мұнда өзінің жуынатын бөлмесі. Мұнда демалыс орны, кухня, ардақта балкон. Кешкі таңғы көріністерді көруге өте әдемі екен. Екінші қабатта 4 кісіге. Екінші бөлме, екінші жатында. Жанат демалыс кешеніне келген кезде осы ең биікке қонақтар келеді және бұдан да басқа үйлері, бұдан да өте керемет. Жанат орталығына келіңіздер. Келіңіздер, күтеміз. Шаруашылықта марал мүйізін кесу науқаны маусым-тамыз айларында жүргізіледі. Бұл аралықта барлық бұғының мүйізін кесіп, залалсыздандырып үлгеру керек. Себебі қолға үйретілген бұғылар мүйізін өздігінен тастай алмайды. Бұл жерде адамның көмегі керек. Кесілген бұғы мүйізі ем ретінде пайдаланылады.
Мүйіз кесу процесі бұғыларды таудан айдап әкелуден басталады. Оларды қораға қамап, бір-бірлеп мүйізін кеседі. Мамандар алдымен қайсысының мүйізі пісіп жетілген анықтап алады. Мүйізді кескен соң оның қаны арнайы ыдысқа құйылады. Емделушілер оны сол жерде ішеді. Кешендегі негізгі процедураның бірі бұғының мүйізінен кесілген қанды ішу, ал оның денсаулыққа пайдасы қандай екенін маманның өзіне сұрайтын боламыз. Бұғы мүйізінің қан ішкен ер азаматтардың қуаты артып, иммунитеті нығая түседі. Бірақ қан қысымы бар адамдарға кері әсер етуі мүмкін. Демалып жатқаныма бір аптадай болды. Ауасы керемет. Бұл жерде ескенім. Кісілерден естім. Келіп демалған адамдардан. Одан интернеттен іздеп түсірген роликтері бар, басқасы бар, соның барлығын. Сонымен осы жерге жол алған. Бұғы мүйізінің салмағы 9 келіден 15-20 келіге дейін тартады. Ал оның құрамындағы көптеген микродәрумендер денсаулыққа өте пайдалы. Сондай-ақ мүйіздің қанын адамдар ем ретінде ішеді. Бір мүйізден 1,5 литр қан шығады. Қолындағы марал мүйіздерінен енді қайнатылған сорпадағы процедураны көретін боламыз. Біз міне шипажайға келдік. Қазір бірінші сорпада қайнатылған ваннада түсеміз, және екінші бочкада ем қабылдайтын боламыз. Ол туралы ақпаратты қазір мамандардан сұраймыз. Бірге кеттік. Орталықта ем-дом шаралары сағат 10-нан басталады. Панта ваннасы, панта бөшкесі, панта терапиясы және панта ингаляциясы секілді ем-дом шаралары жасалады. Біз қазір бөшкедегі процедураны қабылдадық, оның пайдасы туралы маман айтсын. Фитобочка – это одна из процедур, которые предлагают. Фитобөшке жанат базасы келушілеріне ұсынатын процедуралардың бірі. Ағзаға жақсы әсер етеді. Сондай-ақ тері тесіктері арқылы токсин мен шлактарды шығарады. Фитобөшке жергілікті өсетін шөптермен буланады. Бұл өте пайдалы процедура. Міне біз мүйізде қайнатылған суда сорпасында жатырмыз. Бұл мамандардың айтуы бойынша барлық емдерге пайдалы дейді. Сонымен қоса жаңағы отбасын құрып балалар болмай жүрген жандарға өте ең пайдалы дүние осы мүйіздің сорпасы екен. Сіздер де осы сорпаға келіп шомылыңыздар. Мүйіз бірнеше рет қайнатылады. Одан емдік дәрі-дәрмектер мен дәрумендер жасалады. Екі процедураны енді қабылдап болғаннан кейін осында астанасына келіп шөптерге салған, шай ішіп балмен қабылдап отырып. Мындай әдемі табиғатта кішкене демалып аласыз. Келгеніме 3 күн болды. Пантовый ванна, осы средство, жаровня деген бар, парға кіресің. Солар ғой. Барлық процедуралар күніне 2 рет жүргізіледі. Ем-дом қабылдап болғаннан кейінгі әсерді сөзбен айтып жеткізу қиын. Оны тек сезіну керек. Ол үшін осы жерге келіп, барлық процедурадан өтіп көріңіз. Панта мен емдеу тәсілі әлі де болса ғылыми тұрғыда дәлелденбеген. Соған қарамастан адамдар оның емдік қасиетін жақсы біледі, қолданады. Ал осы саланы кәсіп еткендер үшін бұл тұрақты табыс көзі болып отыр.